Армысыздар, құрметті көрермендер және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Шымкент қаласының өңірлік коммуникациялар қызмет алаңынан тікелей көрсетілімді бастаймыз. Құрметті бақ өкілдері, бүгінгі баспасөз конференциясында Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданының 2024 жылғы 1-тоқсандағы әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштер туралы сөз қозғайтын боламыз. Бүгінгі медиа алаңымыздың қонағы Мыңбаев Рашид Мамытұлы, Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданының әкімі. Рашид Мамытұлы, қош келдіңіз. Сөз өзіңізге беріледі. Мархабат. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралы өкілдері. Бүгінгі брифингке келгендеріңізге рахмет. Өзім жалпы 2024 жылға жоспарланған жұмыстарға межеге тоқталып баяндама жасауды рұқсат етіңіздер. Әл-Фараби ауданы ежелден қалыптасқан Шымкент қаласының орталық аумағында орналасқан. Халық саны 234 мыңнан астам. Бізде бір елді мекен және 17 шағын аудан орналасқан. Көпқабатты үйдің көп бөлігі осы Әл-Фараби ауданында орналасқан. 926 көпқабатты үйді құрайды. Бұлар бізде 623 аулаға біріктірілген. Көше саны 390, 22 бізде саябақ, скверлер орналасқан. Орталық аумақ болғандықтан да ауыз су, электр жарығы, табиғи газбен толық қамтылған. Енді көпқабатты үйдің тұрғындарын негізінен мазалайтын сұрақтардың бірі бұл халыққа қатысатын бюджет жобасы аясында аулаларды абаттандыру, балалар ойын алаңшаларын соғу, спорт алаңшаларын соғу болып табылады. 2024 жылға 70 ауланы абаттандыру жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда мемлекеттік сатып алу конкурстары уже межесіне жетіп жатыр. Жаз айларында осыны толықтай жүзеге асырып орнатамыз деген жоспардамыз. Жалпы 25-26 жылға дейін 100% межеге жетеміз деген жоспарда отырмыз. Сонымен қатар тұрғындарының ұсынысын ескере отырып, тұрғындарға жайлы орта қалыптастыру мақсатында биылғы жылы Әл-Фараби ауданында 3 сквер жаңадан соғу жоспарлап отырмыз. Бұлар өздеріңіз көріп отқандай Есіл көшесі аумағы, былайша айтқанда мынау Текстиль Терешкова көшесі МЖК зауытының аумағында 40 соттық жерге абаттандыру, балалар осындай керемет сквер саламыз деп жоспарлап отырмыз. Екіншісі бұл Кең Баба және Бекет Батыр көшелерінің бұрышында, қиылысында, бұл жерде 30 соттық жерге сквер саламыз деп. Үшіншісі мынау мөлтек аудандарда, бұл Жандос Жібек жолы көшелерінің қиылысында. Аталған скверлер бойынша да мемлекеттік сатып алу конкурстары жүргізілуде. Сонымен қатар биылғы жылы қала әкімінің тапсырмасына сәйкес көшелерді бағаналар бар көшелердің барлығын толықтай жарықтандыру жұмыстарын аяқтау тапсырылған болатын. Соған сәйкес 118 көшеде биылғы жылы жарықтандыру бағаналарына жарық шамдары орнатылатын болады. Бұл өз кезегінде Әл-Фараби ауданында 242 көшені қамтып 78% межеге жету жоспарланып отыр. Сонымен қатар аулаларға 114 камера қосымша орнату жоспарлап отырмыз. Өз кезегінде жолаушылар көлігі автомобиль жолдары басқармасы тарапынан Әл-Фараби ауданында 38 көшені асфальттау жұмыстары жоспарланып отыр. Бұл жұмыстар жаз айларында жүргізіп, меже биылғы жылы 94%-ға жететін болады. Негізі 25 жылы 100% межеге жетеміз деп жоспарлап отырмыз. Өз кезегінде бірқатар функциялар аудан әкімдіктеріне берілген болатын. Сол функциялардың бірі мынау ішкі орам көшелер мен көпқабатты тұрғын үйлердің аулаларында аяқ жол салу. Биылғы жылы 21 мың квадрат асфальт жабдыңқысымен аяқ жолдар салу, яғни тротуар салу жоспарлап отырмыз. Бұл өз кезегінде көпқабатты үйлердің аулаларында өтетін, мектептерге баратын, балабақшаға, ауруханаға баратын жолдарға тұрғындарға қолайлы болу үшін тротуарларды жаңартып, тротуар салып беретін боламыз. Тағы бір функция бұл көпқабатты үйлерді өздеріңіз білесіздер. Жаңа айтып өттім, 623 аула болса бізде, соның 90%-ны ішкі кіріп шығатын ішкі көшелері, дворлардың алдары ямочный жұмыс талап етеді. Өте көп сынға келіп жатады. Осы жағдай шешіліп, биылғы жылы функциямызға енгізіп, ішкі аулаларды ямочный ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу мүмкіндігін алып отырмыз. Биылғы жылы 427 аулада осы жұмыстарды жүргізетіміз деп жоспарлап отырмыз. Бұл бағыттар бойынша да мемлекеттік сатып алу конкурстарының межесі
межесіне жетуге жақын қалды. Өз кезегінде нұрлы жер бағдарламасы аясында біз мынау орталық аумақ болғандықтан да өздеріңіз білесіздер, мынау Айберген көшесі, Бауыржан Момышұлы көшесі сынды Әл-Фараби алаңы сияқты көп қабатты үйлердің сыртын әрлеу, яғни сыртын бояу, түскен жерлерін қалпына келтіру, үйдің төрт жағынан бояу жұмыстарын жүргіземіз деп жоспарлап, осы 20 үйді жоспарлап отырмыз. Бұл өз кезегінде Шымкент қаласына деген Шымкенттің келбетін қалыптастыруға, реттеуге өз септігін тигізеді. Сондай-ақ көп қабатты үйлерді модернизациялау дейміз ғой, жалпақ сөзбен айтқанда. Көп тұрғындар осы үйлерінің шатырын, жертөлесін, подъезін ремонттауды, сыртын жөндеуді көп талап етеді. Бұл кезде өздеріңіз білесіздер, 70% тұрғындардың келісімі керек. Бұл өз кезегінде несие ретінде бірнеше жылға бөліп төлеуге мүмкіндік алады. 22 үйдегі қаржы бөлініп, модернизацияны өткізу жұмыстарын биылғы жылға жоспарлап жатырмыз. Сонымен қатар мынау жаңа айтып өткендей, қаламыздың келбетін қалыптастыру мақсатында да мынау үйлердің қасбеті ғой, соған мурал салу, 7 үйге мурал саламыз деп жоспарлап отырмыз. Бұл өз кезегінде әлі эскизі бәрі келісе жататын болады. Бұл ұлттық нақышта, патриоттық бағытта жүзеге асырылады деп жоспарлап отырмыз. Тағы да бір бағыт, бұл көп қабатты үйлердің қасбеттерін жарықтандыру. Өздеріңіз білесіздер, мынау орталық көшелерде, Қонаев, Тәукехан көшелерінде соңғы 2 жылдан бері біраз үйлердің сырттары түнгі уақытта жанатын болып жатыр. Сол себепті мынау тағы да бір қатар үйлерді осы жылға да көрінетін қалаға кіреберіс, Ташкент бағытынан кіретін бағыттарды, Тәукехан бағытын толықтай осы үйлерді толық аяқтасақ деп жоспарлап отырмыз. Және де тұрғындардың өтінішіне сәйкес, ішкі орам аулаларда, ішкі орам көшелерде ирригациялық арықтар жүргізу жұмыстарын жүргізіп келдік. Биылғы жылы осы тұрғындардың өтініштеріне сәйкес, аулада су жиналатын орындарға 20 мекенжайға ирригациялық арықтар саламыз деп жоспарлап отырмыз. Бұл бойынша да мемлекеттік сатып алу конкурстары жүріп жатыр. Келесі мәселе бұл біздің тұрмыстық қатты қалдықтар. Әл-Фараби орталық болғандықтан да тұрмыстық қатты қалдықтар төңірегінде көп ұсыныстар, шағымдар түсіп жатады. Яғни биылғы жылы біз Әл-Фараби ауданында қоқыс контейнерлеріндегі үлкен контейнерлерді толық ауыстырамыз деп жоспарлап отырмыз. Және де басты көшелерде, мөлтек аудандар жақтарда, көп микрорайон жақтарда көшелерде көп жаяу жүргіншілердің тротуарының айналасында урналар жетіспейді. Қосымша тағы да урналар аламыз деп жоспарлап отырмыз. Келесі тоқталып өтетін мәселе сіздерге мәлімет ретінде бізде Әл-Фараби аудандық коммуналдық мемлекеттік мекемесі құрылған. Осы мемлекеттік мекеменің атқаратын функцияларын өздеріңізге қысқаша тоқталып өтсем, жылдағыдай бізде аулаларда қоқыс жинау немесе қураған ағашты кесу, тағы да басқа да көптеген функциялар бойынша конкурс өткізілмейді. Бұл біздің өзіміздің қызметкерлер қаржыны экономдай отырып, айлыққа жұмыс жасап, өздеріңіз көріп отқандай, 30-нан астам функцияны жүзеге асырады. Олардың негіздерін тоқтап өтсем, өздеріңіз білесіздер, балалар спорт алаңшаларын күтіп ұстау, ирригациялық жүйелерді күтіп ұстау, кіші сәулет пішіндерін күтіп ұстау, жер асты, жер үсті өткелдерін күтіп ұстау, тазалығына қарау, ауданда орналасқан қоршауларды күтіп ұстау, тарихи мәдени мұраны күтіп ұстау, көше атаулары орналасқан тақтайшаларды күтіп ұстау, көп қабатты тұрғын үйлерінің аулалары мен ішкі орам көшелерінің қоқыстарын тазарту, бейберекет тасталған қоқыстарды алу, ағаштарды санитарлық қырқу, сондай-ақ қыс кезінде көп қабатты үйлердің опрессовкадан өту жұмыстарын жүргізеді. Тағы да үлкен бір функцияның бірі аудандағы мазаратты орындарын тазалығын, жерлеу орындарын күтіп ұстау, сол бойынша басқа да көптеген функцияларды атқарады. Бұл мекеме биылдан бастап бізге жұмысқа кірісті. Өте өзімізге жақсы ауданға деген үлкен көмек болып отыр. Жаңағыда айтқан кішігірім жұмыстарды тұрғындар сұрайтын, домкомдар сұрайтын, ауладағы элементтердің гарантиясы біткен аулалар да бар. Орындықтар сынып атады, урналар сынып атады. Соның бәрін біз подрядчик күтпей, оң конкурс жарияламай, заявка алып, кез келген уақытта жөндеп беруге мүмкіндік алып отырмыз. Бұл осы бойынша келесі слайдта биылғы жылға межені және былтырғы жылы атқарған жұмыстар. Бұл
былтырғы жылдың жартыжылдығының өзінде 93 аулада мынау элементтерді күтіп ұстау, суретте көріп отқандағыңыздай ағаштарын, элементтерін, қоршауларды барлығын күтіп ұстау жұмыстарын жүргізді. Қазір 5 айдың өзінде 77 аулада бұзылған элементтерді қалпына келтіру жұмыстарын жүргізді. Бұл жұмыстарда жылдың соңына дейін әрдайым осы жұмыстар жалғаса беретін болады. Назарларыңызға рахмет. Мен баяндамам аяқталды. Рахмет, Рашид Мамытұлы. Әріптестер, енді сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Мархабат, сұрақтарыңыз болса. Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Сау-саламатсыз. Бақытжан Көпбаев, ақпараттық агенттігі, Шералы Шерімбетов. Сау-саламатсыз. Бізде бір сұрақ барды менде. Инвестиция бойынша кеше Бұхарбай Пармановты сұраған сұрағымыз ұқсас. Бізде Бюро национальный статистика бойынша осы 24 жылы 3 айдың ішінде әрбір аудандардың инвестициялардың нелері барды, суммалары. Сол бойынша Абай ауданында бұл шикізат емес инвестиция бойынша. Сыртқы инвестициялардың ішінде Абай ауданында 10 миллиард теңге инвестиция олар қалаға кіргізді екен. Сіздің ауданыңызда ол 589 миллион теңге екен. Енді сұрағымыз, ол инвестиция қай жерден келген, қай жерге ол жұмсалады, және де неге сондай айырмашылығыңыз бар Абай ауданымен? Ол жақта 10 миллиард теңге болса, сізде 589 миллион теңге. Бұл меже бойынша бізде көрсеткіш ондай аз емес, одан көп. Бізде де сол 8 миллиардтың төңірегіне жақындады қазір. Енді негізгі инвестиция қайдан келеді дегенде, ауданға бұл шағын орта бизнестен келеді. Бізде Әл-Фараби ауданында 2000-нан астам шағын бизнес өкілдері көп жұмыстарын атқарады. Бұл кафе, ресторан, сауықтыру орындары Әл-Фараби ауданында өте көп. Соларға құйылған қаражаттары олардың өздерінен ала өтіп, стат басқармасына отчет тапсырады. Сол стат басқармасынан осы инвестицияны құралады. Мысалы, кәсіпкер оборудование алады, мысалға, ғимаратын күрделі жөндеуді мебелін алады, әртүрлі спорт кешендері, әртүрлі оборудование алғаннан кейін соны сатып алған қаржысын көрсетіп, ол енді ауданға құйылған инвестиция ғой, былай қарасаңыз, кәсіпкер инвестиция кіріп, ғимаратын соғып жатыр сияқты. Содан жайлап жиналып құралғанда осыны үлкен көрсеткіш шығады. Енді бұл жерде айтып кету керек, қала бойынша көрсеткіштерді, мысалға, базардан, немесе көп қабатты үйден, денсаулық саласынан әр басқарманың өзінің межесі бар. Біз тек орта шағын кәсіпкерлердікін көрсетеміз. Мысалға, ЖК-лар соғып жатыр, үлкен, оны құрылыс басқармасы көрсетеді. Денсаулық клиника соғып жатса, оны денсаулық басқармасы көрсетеді. Бәрін аудандағын аудан әкімі көрсетпейді. Біз тек орта шағын бизнестікін көрсетеміз. Келесі сауал Хан ТВ арнасы, Қарлығаш Байкөбек. Қайырлы күн, саламатсыз ба? Дауысым естіп тұрмын. Тыңдап тұрмын. Жалпы жаңа қоқыс мәселесіне қойғым келіп отыр сауалымда. Жалпы жаңа микрорайон Қарасу, жаңа 8 наурыз көшесіндегі қоқыс мәселесі ақпан айының соңында және наурыз айының басында қоқыс контейнерлерін көбейтеміз деп уәде берген екенсіздер. Әлі де ол тұрғындардың басты шағымдарының бірі болып тұр. Сіз жауапты мамандарға жалпы қаншалықты өзіңіз бақылауға аласыз? Қоқыстар мысалы көбеюдің орны керісінше азайып, тастаған қоқыстар көшенің арғы бетіне шығып кеткен, ол әлі де белең алып тұр. Соған жауап беріп өтсеңіз. Нақты мекен-жайын айта аласыз ба? 8 наурыз көшесі және де отбасы аллеясы бар. Микрорайон Қарасу. Қазір бізде фотосы да бар. Ол жалпы мысалы бір күнде қазір мысалы көктем мезгілінде жауап беруге рұқсат етіңіз. Енді Хан ТВ арнасы жиі осы қоқыс мәселесін көтеріп отырасыздар. Әрдайым жаңалықтарыңызға, парақшаларыңызға ол бойынша бізде әрдайым талдау, анализ бар. Жаңа айтып өттім. Қоқыс контейнерлерін былтырғы жылы алып межеге қойғанбыз алу бойынша, ол бойынша анықталған мердігер недобросовестный болып табылды да, ұтып алған бағасы бойынша бізге әкеп бере алмады контейнерлерді. Енді биылғы жылы қазір осы мамыр айының соңына дейін межесі шығады деп күтіп отырмыз. Сол жағдайда біз толықтай қоқыс контейнерлерінің барлығының алаңшаларына жаңа орналарды саламыз. Екіншіден, былтырғы жылда көріңіздер, қоқыс алаңшаларын толықтай жаңарттық. Бейберекет шашылғанды көрінбесін, оны толықтай жабық, айналасына освещениесін орнатып, ол бойынша бізде Қарасу мөлтек ауданында Шымкент спецкомплекс мекемесі
тазарту жұмыстарын жүргізеді. Многоэтажный үйлердің алдында тәулігіне бір рет алып кетіп отырады. Енді осы тұста эфирді пайдалана отырып, тұрғындардан да өтінішім және сұрайын дегенім, қоқысты үйден шығарған кезде аулаға тастамай, арнайы қоқыс тастайтын жәшіктің ішіне салуды, және де аулаларыңызда Шымкенттің тазалығы үшін кішкене өзіміздің сүйікті қаламызға жанашырлықпен қарап, қоқысты жәшіктерге салуларын сұраймын. Тағы да сауалдарыңыз бар ма? Бақытжан Көпбаев ақпараттық агенттігі, Бағила Шынбергенова. Саламатсыздар. Мынау тұрғындардың шағымдарының ішінде үйдің қабатты үйлердің артындағы шағын орта бизнес кәсіпкерлерінің ғимараттары, жаңағы олардың объектілері салынып кеткендіктен көп жағдайда жаңағы жедел жәрдем қызметтері, пожарный жаңағы өрт сөндіру көліктері кіре алмайтын жағдай болып жатады дейді. Соларды қалай ауыздықтауға болады, или болмаса келісімді түрде ол тұрғындардың да рұқсатымен жасалу керек нәрсе емес па? Осы мәселеде қалай? Сол енді қалада, әсіресе мына орталық аумақта өзекті мәселенің бірі болып табылады. Көп қабатты үйлердің тұрғындар тарапынан әрдайым осы көтеріліп жатады. Біз мынау жер қатынастары архитектура басқармасымен бірлесіп, біз жиі рейдтер жасап отырамыз. Бұл жерде негізі көп қабатты үйдің ауласына негізі жер ауласы кондоминиум болып тұрады. Ол көп қабатты үйдің тұрғындарының тиесілі жер. Бұл жерге балалар ойналған саламыз. Енді екінші мәселе, үйдің артына, көше бойынан кіретін коммерциялық нысандар соққан кезде тұрғындардың 3/2 келісімін алу керек. 3/2 келісімін алмаса, тұрғындар өз тарапынан шағымдарын қалдырып, құрылысты кіретін, шығатын жолдарға салдыруға болмайды. Осы негізінен көп жерлер бұрынғы кезеңдерде беріліп кеткен. Соңғы басшылардың да талабы бойынша, бұл бойынша рейд жасалып, ауланың ішінен жер беруге мүлдем қасы тыйым салынған. Тағы да сауалдарыңыз бар ма, әріптестер? Енді ол әр шағымға индивидуально қарау керек. Әр шағымның основаниясын, госактысын көріп, мысалы шағымда болса, өткенде жақында болды ма Жәнібек көшесінде. Комиссияны бардық, көрдік, легкий конструкциядан соғылған жер бойынша. Ол бойынша қазір толықтай жер инспекциясымен толықтай основаниясын бәрін тексеріп отырғыз. Енді Рашид Мамытұлы, әлеуметтік желілерде жалпы Әл-Фараби ауданына қатысты сұрақтар өте көп. Солардың ең өзектілеріне тоқталып өтейін. Жалпы қазір әріптестеріміз де айтып отыр ғой, жаңағы қоқыс мәселесі туралы. Таза Қазақстан акциясы жылдың соңына дейін жалғасады деді. Жалпы осы акция бойынша сіздер қандай іс-шаралар жасап жатырсыздар? Кеше мысалы Абай ауданында 950 метр куб қоқыс шығардық деді. Сіздердің аудандарыңыз осы қоқыс мәселесін қалай шешіп жатыр? Осыған жауап бере кетсеңіз, бұл алғашқы сұрақ болсын. Енді өздеріңіз білесіздер, тек Шымкент емес, Қазақстан бойынша Таза Қазақстан акциясы қарқын алып, жоғарғы деңгейде өткізіп жатыр. Шымкент қаласы да алдың қатарлардың бірінде көрінді. Әртүрлі апталықтың әрқайсының өзінің атауы болды. Жасыл Қазақстан, өнегелі ұрпақ сынды әр атауы бойынша сол бағыт бойынша жұмыстар жүргіздік. Әл-Фараби ауданында әр апталықтың әр күнінде белгілі бір нысандарды белгілеп, мысалы тарихи мәдени мұра болса күндері тарихи мәдени мұра объектілерін бәрін толықтай жуып тазарту жұмыстары. Өнегелі ұрпақ кезде мысалы үлкен біздің ақсақалдар бар, зиялы қауымдармен бірлесіп отырып өзінің ауласын тазалау. Бұл жерде жастардың үлкендерге құрмет сынды әртүрлі идеологиялық бағыт тұрғысында тазалау жұмыстарын жүргіздік. Енді бұл жұмыстар тек осы бір аймен шектелу емес, жылдың соңына дейін де әрдайым жалғасын таба беретін болады. Мысалы 2023 жылы Әл-Фараби әкімдігі жалпы 27 сенбілік өткізген екен. Мысалға, әр аптаның субботасында біз сенбілік дәстүріміз ауланы таңдаймыз, немесе бір сынға түсіп жүрген жерді алып, тұрғындарды шақырып, әріптестермен бірге тазалық жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Енді бізде былай қарап отырсаңыз, әр сенбілік суббота күні сенбі күні сенбілік жұмыстары жалғаса беретін болады. Жалпы бұл акция тек сенбілікпен ғана шектеле ме?
басқа да сенбіліктің идеологиялық емес. бағыттар бар ма? Әрине бұл тұрғындардың жалпы тазалыққа шақыру, ауланы күтіп ұстау, жасыл желектерді күтіп ұстау, жалпы негізгі бағыты адамды осы тазалық мәдениетіне шақыру ғой жалпы. Келесі сауал, 2023 жылы Жангелдин көшесі 5-ші А үйдің алдында балалар алаңшасы салыну керек болған. Аула алдында алаңша дайындалған болатын, алайда әрі қарай жұмыс аяқсыз қалған екен. Енді ойын алаңшасы қашан салынады дейді тұрғындар. Осыған жауап бере кетсеңіз. Бізде 2023 жылы 25 аулада сот шешімімен тоқтатылып, осы 24 жылы қайта конкурсқа жариялап, конкурстың межесіне жетіп жатыр. Жаз айларында абаттандыру жұмыстарын заңға сәйкес жүргізетін боламыз. Сондай-ақ мынау әлеуметтік желіде Дархан ескі автовокзалдың қазіргі жағдайы туралы тұрғындар көптеген шағымдар түсірген екен. Осы автовокзалға қатысты қандай жоспарларыңыз бар, және Қырғы базардағы жабайы сауданы қалай реттеп жатырсыздар? Бұл мәселе қашан шешімін табады дейді. Осы екі сұраққа жауап бере кетсеңіз. Енді ескі автовокзал бізде Володарский, Рашид көшелерінде орналасқан. Қазір білесіздер, дәл сол автовокзалдың аумағынан қаламыздың күре тамыры үлкен Қонаев даңғылы өтіп жатыр. Қонаев даңғылы бойында болғандықтан кішкене ол жерде қазір кіріп шығу кішкене шектеулер бар. Және де қазір ол көшелерді толықтай жөндеу жұмыстары біткеннен кейін толық жаңғыртып, жеке кәсіпкердің есебінде егесі бар, өзі толықтай модернизациядан өткізіп, жаңартып ашамын деген жоспар бар. Енді ол келесі жылдың еншісінде. Ал енді Қырғы базар аумағын өздеріңіз білесіздер. Ол Қырғы базар аумағында бір ғана Қырғы базар емес, бірнеше базар орналасқан, және де автобустардың 80% осы Қырғы базардың аялдамасына келеді. Осы төңіректе мынау елді мекендерден, Түркістан облысынан келген әртүрлі кәсіпкерлер өзінің тауарларын әкеп сол жолдың бойына сатқыға тырысады. Неге десеңіз, ішке кіріп ақы төлегісі келмейді. Сол сынды бізде аптасына деп айтпайын, күнделікті қызметкерлер онда бекітілген, күнделікті 2 учаскелік полиция бекітілген, күнде рейд шараларын жүргіземіз. Қазіргі таңда жиі тұрақты айналысатын 40-қа жуық азамат бар, негізінен азаматшалар. Соларға бірнеше рет айыппұлдар салынып жатыр. Қазіргі таңда бірнеше рет ішке әлеуметтік қатар беріліп, 6 айға дейін тегін тұруға мүмкіндік жасалды. Сол бойынша ішке ұсынамыз, күнделікті рейд жасаймыз. Күнделікті енді жолдың бойына 3-ші мегаполиспіз. Енді аяқ жолдың үстіне сауда-саттық жасауға болмайды. Ол бойынша күресуді күнделік жалғастыра беретін боламыз. Әріптестер, сауалдарыңыз бар ма? Бағила ханым, сауалыңыз бар ма? Сауалдарыңыз? Онда осымен бүгінгі баспасөз конференциясын тамамдаймыз. Құрметті Рашид Мамытұлы, бүгінгі баспасөз алаңына келгеніңізге рахмет. Құрметті әріптестер, естеріңізге сала кетейік, сағат 12:30-да Шымкент қаласы азаматтық қорғаныс басқармасының баспасөз конференциясы өтетінін хабарлаймыз. Рахмет. Назарларыңызға рахмет.